Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирді одан әрмен жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір біздің студиямызға Сәкен Сейфуллин атындағы Халықтар достастық орденді Қарағанды облыстық драма театрының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, актер Бекболат Сансызбай Нұрсияұлы келіп отыр екен. Қош келдіңіз аға. Жалпы көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, таңертең тұрған кезде қандай қуандық. Осы Кереку жеріне Павлодар елімен қайта табысқанымыз. Біз әрқашанда бұл жерге жиі келеміз гастрольдік сапарменен. Сондықтан да бұл келісіміз ерекше келіс. Бұл келісте біз өздеріңіз білесіздер, биыл Бұхар жабамыздың 350 жылдық үлкен тойы мерекеленіп өтті ғой. Ол осы сіздерде ең алдымен Ұлы Дала фестивалінде, оның ішінде сол Көмекей әулие дейміз, Бұхар жабамыздың 350 жылдық тойын басын осы Керекуде басталған болатын. Содан ары қарай Қарағандыда жалғасын тапты. Біздің Сәкен Сейфуллин театрын әдейі сол мерекеге шақырып, мынау жағажай бар ғой, ертістің жағасында. Сонда ашық аспанның астында осында үлкен спектаклімізді қойғанбыз, көрсеткенбіз. Сонда бүткіл халық бұл Көмекей Бұхар бабамыз туралы көп мағлұмат алған болатын. Бұхар бабамыз халықтың елдің басына қиын күн туған кезде Абылай ханның ақылшы биі ауыз атарып, халық үшін шырылдап, халқының бірлігін, татулығын ойлап, сондай үлкен жұмыстар жасалған әулие бабамыз. Бұндай бабамызды биыл үлкен тойын өткізіп, мемлекеттік деңгейде үлкен құрметке болған театрымыз. Сондықтан да бұл келісте де дәл бүгін мектеп оқушыларына, жалпы студенттерге, жалпы халыққа Бұхар бабамыздың кім екені, қандай халық үшін, ел үшін қандай жұмыс жасағандарын көрсету үшін, және бүткіл балаларды өзіміздің тарихпенен, сондағы бұрынғы бабаларымыз Абылай хан өзінің бір туы астына бүткіл қазақты біріктіріп, елін қорғап, жерін қорғап қойған үлкен азаматтардың, үлкен ханның сондай ақылшысы болу, бұл бабамыздың қолынан келген, бұл бабамыздың еңбегін бүткіл елге тарихпен таныстыруға келіп отқан жағдайымыз бар. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі Қарағанды театры биыл 87-ші маусымын ашып отыр. Қарағанды театры Қазақстандағы ең бір жас жағынан да, кәсіби деңгейі жағынан да ең үлкен театрлардың бүгін бірі. Атап айтатын болсақ, әр жылдары Қазақстанның абыройын, қазақ елінің абыройын қорғау үшін біздің театр шетелдік үлкен театрларменен бақ сынасып жүр. Биыл ғана осы Румынияның Терговште дейтін қаласында 26 мемлекет қатысқан үлкен сондай театр фестивалі өтті. Сол театр фестиваліне барып қатысып, қазақ елінің, қазақ жерінің, жалпы Қазақстанның мәдениетін, қазақ халқының кім екенін көрсетіп, дәлелдеп, осындай ұлы биік өнерді сол жерге бас идіріп, қазақ елінің деңгейінің және мәдениеті мен дәстүрінің биік екенін көрсетіп келген жағдайымыз бар. Жақсы, тамаша. Жалпы осы ретте өзіңіз өнер жолына қалай келдіңіз, соған тоқталып өтсеңіз? Өнер жолына әрбір адамның арманы болады ғой, балалық кездегі. Сол арман бойынша кезінде сонау совет жылдары Қыз жібек дейтін киноны бәріңіз көрдіңіздер ғой. Бір әдемі, керемет бір түсірілген сондай фильм болды. Сол фильмді көргеннен кейін елдің барлығы да сол кездің өзім сияқты қыз жігіттердің барлығының көбінің арманы актер болу болды. Сол арманмен жетелеп Алматыға келіп, консерваторияда, о кезде консерватория театр факультетінде үлкен Хадиша Бөкеева дейтін халық артист, профессор, сондай үлкен ағартушы апамыз болды. Сол кісінің классына оқып түсіп, содан о кезде направление дейді, сол үлкен осы Сәкен Сейфуллин театрына солай жолдамамен келген болатын. Сол өміріміз содан басталды. Одан кейін 90 жылдары мынау солтүстік облыстардың барлығында қазақ театрын ашу керек деген сондай ұран тасталды. Жалпы ұран емес, керек. Соның дәл мезгілі болды. Сонда біздің қуанышыма, бақытыма сай дейді, осы Кереку жерінде осы Жүсіпбек Аймауытов театрының ашылуына
ат салысқаныма да мақтан етем. Себебі бұл өте қасиетті жер. Елі қандай, елдің қалауымен, халықтың тілеуімен сол кездегі осы ашылған үлкен театрдың басында соның ең алғашқыларының бірі болып, ең сол кездегі үлкен жұмыстардың бірін атқардым. Одан кейін 22 жыл осы Жүсіпбек Аймауытов театрында актер әрі директордың орынбасары болып, әртүрлі қызметтерде жүрдік. Бұл жерде біздің есейген кезіміз, елменен осы көрермендермен танысқан кезіміз. Мен айтам, ол көрермендердің ыстық алақандарымен, солардың тілеуімен театрдың әрбір кезеңде өзінің өскен биіктері болды. Әрбір қойылымның өзі халықтың жүрегінен орын тапқаннан кейін біз ары қарай да арқаландық, қанатымыз жайылды. Сондықтан да бүгінгі күнде қарасаңыз, қазір театрдың белгілі актерлары жан-жақты, жалпы театрдың өзі әрбір фестивальға барғанда сондай биіктерден орын алуы, ол сол кездегі театрдың режиссурасы да, театрдың әртістерінің де сондай бірігіп істеп бір-біріне сай болғандығы деп ойлаймын. Бүгінгі күнде мінекей театрдың 29 маусым ашылды ғой. Әрбір маусымда біз шын көңілден тілектес боламыз. Сол кісілердің сондай үлкен биіктерге шықса екен деп, жақсы жолда, жақсы кезеңде көрінсе екен деп ойлап отырамыз. Сондықтан да біз керекөйлік павлодарлық көрермендерге мен ылғи алғысымды айтып, қуанышпенен сол кісілермен кездесуге тырысып отырмын. Мінекей кешеден бері біздің театр өзінің кіші гастролін осы жерде көріп, мен көрермендерді көріп, әрқайсының жанұясына жақсылық тілегін көріп, қауышу деген сол. Сондықтан да мына театрлар бір-бірімен араласу, ол үлкен мереке. Біз Қазақстанның бүткіл облыстарында, барлық қалаларында гастрольдік сапармен жүреміз, сонда айтамыз, ең қымбат көрерменнің театрды түсінуі және театрға деген ықыласы. Театр рухани қуат ошағы деп айтып жатамыз ғой. Дәл солай. Осы ретте Павлодар жеріне келіп жатсыздар, жалпы неше қойылым қоясыздар? Кеше мысалы бір қойылымды өзіміз барып көрдік. Ал бүгін қандай қойылым болады, сол туралы? Бүгін ертең біз 24-нен 25-26-сы осы үш күнге осы Павлодар қаласында болады. Содан 27, 28, 29-ы Екібастұз қаласында ары қарай жалғасын табады. Бұл 23 күні Май ауданында сол жерде үлкен кездесу болды. Осы үлкен Бұқар Жырау көмекей әулие дейміз, осы спектаклімізді көрсетіп, халықтың ықыласына бөлендік. Ал ертең өздеріңізге белгілі Фариза менен Мұқағали дейтін үлкен қойылым бар. Бұл Қазақстан бойынша бірінші рет қана біздің театрда қойылып жатыр. Бұл спектакльдің авторы Рахымжан Отарбаев дейтін өзін жазушы білесіздер. Сол марқұмның ең өмірден өтер алдындағы бір қолтаңбасы жазып кеткен. Сондықтан мен ойлаймын, бұл Фариза мен Мұқағалидың өмірі, әсіресе Мұқағалидың әртүрлі қиналыстары, бұл кісілерде поэзияның алыбы ғой, екі ұлы ақын. Мен айтам, өлеңдерімен бүткіл халықтың жүрегінен орын алған бұндай ақын апамыз туралы, бұндай ақын ағаларымыз туралы әрқашанда спектакль қойылу керек. Мына өсіп келе жатқан ұрпақ оны білу керек, тану керек. Бір өте әдемі қойылым болды. Ол қойылымның режиссері біз әдейілеп Қалибек Қуанышбаев, Астанадағы театрдың режиссері Жұманияз Нұрлан дейтін режиссер шақырғанбыз. Сол кісінің қойылымында біздің театрдың әртістерінің орындауында бір үлкен қойылым болды. Мен айтам, Фаризаның рөлін біздің театрымыздың бүгінгі күнде Қазақстанға белгілі өте сондай бір үлкен актрисамыз Дина Заитова дейтін актрисамыз ойнайды. Бибігүл Жағипарова дейтін актрисамыз. Сонымен Қайни Бердімбетов Мұқағалидың образын сомдағанда осындай жастарға үлкен сенім артып, үлкен қойылымды дағы үлкен кейіпкерлерді беріп отырмыз. Керемет аға. Жалпы біздің өңірімізге жиі келесіздер ме? Қойылымдарымыз қаншалықты өзгеріп отырады?
Әрине жиі келеміз. Біз әрбір жылда бір 2-3 күнімізді арнаймыз. Себебі театр өзі араласып тұрмаса, емесі басқа фестивальдарға бармаса, осындай үлкен қойылымдарды халыққа көрсетпес, сонда театрдың, мен айтам, сонда ғана театр көрермендердің бағасын алған кезде театрдың абыройы, содан кейін әртістердің ары қарай еңбекке деген құлшынысы арта түседі. Біз жалғыз, мен айтам, бүгінгі күнде қазақ театрларының ішінде шетелге барып үлкен фестивальдарға қатысатын, жаңағыда қазақтың кім екенін, жалпы қазақтың мәдениетін таныстырып отыратын театрдың бірі деп отырмын ғой. Театрымыздың осы кейінгі жылдарға барған жерлерін атап айтатын болсам, бұл Францияда болдық, Германияда болдық, Сербияда болдық, Македонияда болдық, Румынияда болдық, Турцияның бүткіл қалаларының барлық Кония, Анкара, Анталия, Трабзон, бұл қала ескі Шекир дейтін қалалардың барлық фестивалінде аралап өзінің орнын алған. Сонымен қатар Ялтада, Египетте, Каирде сондай үлкен сондай үлкен фестивальдарға қатысып, сол фестивальдарда өзін сондай деңгейде танып келетін театр. Әрине, Қазақстанның бүгінгі күнде егемендік алғаннан кейін қазақ театрларының, оның ішіндегі қазақ облыс театрларының шетелге шығып сондай үлкен биік деңгейлі фестивальдарға қатысуы, ол бүгінгі біздің табысымыз, жетістігіміз. Қазақ өнеріне, жалпы театрға деген үлкен мынау әкімшіліктің де, мәдени басқарманың да, ол кісілердің көңілінің бет дұрыстығын айтады. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирді әрмен жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі біздің қонағымыз Сәкен Сейфуллин атындағы Халықтар достық орденді Қарағанды облыстық драма театрының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері Сансызбай Нұрсияұлы студиямызда. Сұхбатымызды жалғастырайық аға. Жалпы Сансызбай аға, сіз айттыңыз бағана 26 мемлекет болған жерге бардық дедіңіз. Ол жерде қандай қойылым қойылды, сол туралы айтыңызшы. Ол жерде біз Шекспирдің Гамлет спектаклін қойғанбыз. Гамлетті қою үшін біз осы Қазақстанда белгілі режиссер Қуандық Қасымов дейтін бүгінгі күнде сондай әйгілі өзінің қойылымын ерекшелік қолтаңбасы бар сондай режиссерді шақыртып, сол режиссермен бірге жұмыс жасап, сол режиссердің қойылымын сол шетелге бардық. Мұнда мақсат, жаңа айтып шетелге бару, ол жайдан жай бару емес. Ол жаққа бару үшін, ондай үлкен фестивальдар қатысу үшін алдын ала спектакльдің жазба түрін жіберіп, содан кейін күтесіз. Егер ол солардың сынынан өтетін болса, сонда ғана шақыру алады. Сол шақыруға барғанымыз, ол біздің Қазақстан бойынша жалпы қазақ театрлардың ішіндегі бірінші барып сондай өнер көрсеткен, өзіміздің қойылымды көрсетіп, сондай биік дәрежеде қазақ театры бар екен, сол жерге сондай көрімі бар, солай қайтқанбыз. Бізде тікелей эфирде қоңырау шалып отыр екен. Сізге шығар. Иә, біз тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Енді осы біздің қаламызға келген Сәкен Сейфуллин. Дауысыңыз естілмей жатыр. Біздің қаламызға қонаққа келген Сәкен Сейфуллин атындағы театрға қош келдік дейміз. Бірақ біз осы театрдың, басқа қаладан театрдың келіп жатқан кейде естімей қалып жатамыз. Неге? Бұл ақпараттың жоқтығы ма? Сосын сұрайын деген, бұл кісі театр басшысы екен, иә? Неге бүгін актерлерін бірге ала келмеген жанына деген сұрақ болып тұр. Сонда эфир қызықтырақ болар еді кішкене. Жақсы. Сәттілік тілеймін сіздерге, өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Жақсы, рахмет қоңырау шалғаныңызға. Ой, рахмет. Мен айтам, сұрағыңыз өте орынды. Бүгінгі күнде өздеріңіз көріп жатсыздар, осындай 2-3 күнге келгендіктен қазір әртістердің бәрі сағат 10-да қойылым бар, балаларға арналған. Әртістердің барлығы сонда қатысады, сондықтан мен
Әрине, әртістермен бірге келсек, ол өте әдемі де болушы еді, көңілді де болушы еді, әрбір сұрақтың жауабын табылып барлығы айтушы еді. Рахмет сізге, қош келіп жатсыз дегендеріңізге. Әрқашанда көрерменнің тілегі, көрерменнің қалауы біз үшін өте қымбат. Біз әрқашанда көрерменнің талабына сәйкес өзіміздің қойылымдарды соған таңдап, ыңғайлап алып келіп отырамыз. Жаңа айтып кетті ғой, біз Сербия білесіз мемлекетіне Мұхтар Әуезовтің Қарагөз спектаклін апарғанбыз. Енді Европаның театрлары бүгінгі күнде әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын театр бар ғой. Абстракциядан бастап, былай қарасаң енді әр театрдың бағыты бар. Сол театрларға көрсетіп жатқан кезде ойлағанбыз. Біздің Қарагөзді сарапшыларымыз қалай қабылдайды екен деген толғаныс туған болатын. Сол спектакль біткеннен кейін елдің бәрі тұрып овация жасап, сонда құрмет көрсетті біздің әртістерге, сонда қойылымға. Содан кейін біткеннен кейін төрағасы сол сарапшылардың маған сұрақ қойды. Сіздерде дейді осындай дәстүр әлі күнге дейін сақталған ба деп. Мен алдында сасып қалып, қай дәстүр деп қарсы сұрақ қойдым. Сонда ол кісінің жаңағы терең түсінгені, ана жеті атаға дейін қыз алып, қыз бермеу дәстүрі сіздерде сақталған ба дейді. Мен сақталған, әлі күнге дейін ол бар. Қазақтың дәстүрінде, салтында болсын деп. Ана кісі айтады, ондай болатын болса, сіздің ел қаны таза, ұлы халық екен деп. Европаныкі бүгінгі күнде көріп жатсыздар ғой дейді. Ол азғындыққа түскен дейді. Осы енді азғындыққа түскен дегенде олардың әртүрлі жаңағы заңдар, дәстүрлері әртүрлі болып кеткен ғой. Сондағы біздің мәдениетімізді, салт дәстүрімізді терең түсінгені ғой. Қарагөзді сырым мен Қарагөз екеуі жеті атаға жетпей, алты атадан қосылады ғой, туыс болып. Сонда екеуі ғашық болып қалған кезде қазақтың салты бойынша екеуін бір-біріне қоспай қояды. Ол білесіз, Қарагөздің трагедиясы деп аталатын. Сонда жеті атаға дейін қай қазақ қыз алып, қыз беріспеген деп рұқсат бермей қойған. Сонда жаңағын айтады, осындай заңдылық әр кезде сақталу керек деп. Ол өмірдің заңдылығы, жалпы болашақтың заңдылығы, ханның тазалығы, жалпы мәдениет деген содан басталады. Біз қазақтың салт дәстүрін, мәдениетін сол жерде танысқан. Жалпы қазақ театрының, қазақ жұртының кім екенін таныстырғаным үшін өте қуанышты болдық. Сондықтан барлық қойылымдарда, біздің қазақ классикалық қойылымдардың барлығында осындай біздің тәрбие, салтымыз, дәстүріміз, мәдениетіміз айтылады. Сонда қазақтың өзіне жететін үлкен мәдениеті мен салт дәстүрі бар. Оны таныту да үлкен жеңіс. Жақсы аға, бізге уақыт шектеулі ғой. Қысқадан нұсқа айтып өтіңізші, өзіңіздің кино актері екеніңізді білеміз. Сол туралы қысқа нұсқа айтып өтіңіз. Қандай киноларға түсірсіз? Киноактер болған кезде қазір әрбір театрдың әртістерінің жалпы арманы ғой. Сонда облыс театрлары шалғай жатқандықтан көбінесе кино әлеміне кіре алмайды. Осы таңдау түсіп, біздің путь лидері дейтін Ақан Сатаевтың қазір үлкен бір қойылымы түсіп бітті. Сол қойылымда бұйырып бір үлкен рөл сомдаған жағдайым бар. Оны амандық болса осы декабрьде шығады, өткеліне де ол барлық көретін шығарсыздар. Жалпы мен өзім осы театрда әртіс болып бастадық қой. Сондағы мен айтам, режиссерлардың жалпы әртістер бір-біріне партнер дейді. Сондағы сонау алыс 90-шы жылы біз Керекуде осы Жүсіпбек Аймауыт театрының ашылуы 7-ші желтоқсан күні мына үлкен мәдениет сарайында өткен болатын. Мұхтар Әуезовтың Айман Шолпан спектаклінде. Ол Айман Шолпан спектакль бүгінгі күнге дейін жүрді, оны білесіздер. Сол кездегі режиссер
Тәпеновтың еңбегі өте зор. Сол кездегі біздің Тапалшин дейтін директорымыз болды. Ол кісінің еңбегі зор. Ол кезде Мұхит Омаровтың осын мәдениет басқарып тұрған кезі үлкен үлес қосқаны. Мұны ел болып, халық болып ашылған театр деп отырмыз ғой. Сол театрдың спектакльдерінде әртүрлі біз де ғашық болғанбыз. Аршын балалам, Жарғанат, Табалдырғыңа табын, бүгін қарап отырсақ, енді қозы көрпеш Баян сұлуда. Барлық спектакльінде сондай өзіміздің спектакльдері бар. Көрермендердің әлі есінде бар шығар. Сондықтан мен айтам, әртістің үлкен бір арманы сахнадағы қойылған өзінің жасаған еңбегін халық көріп соған баға берсе үлкен арман. Сондықтан да Арманыңыз орындалды деп ойлайсыз? Арман көп қой адамда. Арманның бәрі орындалуы мүмкін емес. Бірақ мен айтам, бүгінгі күнде сол театрдың болашақ артистеріне, міне жастарға сондай биіктен биікке жетсін деген тілегім бар. Әрқашанда жолдар болсын деген тілегім бар. Әмин аға, рахмет, көп рахмет. Аға, біздің эфирдің уақыты шектеулі. Сіздің бүгін бізге уақыт бөліп келгеніңізге, сізге көптен көп рахмет дегіміз келеді. Театрыңызбен бірге биік белестерді бағындыра беріңіздер. Біз әрдайым тілекшіміз. Уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Әлі талай сұхбаттасамыз деп ойлаймын, себебі сіздер жиі келесіздер.